Құрметті президент, сіз айттыңыз ғой, құқық қорғау органдары, соттар бәрі халықтың жанына шығу керек деп. Себебі бұлар атқарушы биліктің ығына жығылып жұмыс істейтін болса, ел мемлекетке деген сенімнен айырылады дегенсіз. Біздің әрқайсымыздың артымызда халық бар, шырылдап жатқан, халық үніне құлақ асатын мемлекет не үшін құрылып жатыр? Егер бұлар айналып келіп аузымызды буа беретін болса, бір шыңғыртып тұрып шындық айтып жатқанымыз шамалы ғой, әшейін бер жақ бер жағынан қайтып жатырмыз да, мысалы. Қалған материалдың бәрін не өтінішпен жолдап жатырмыз ғой бәрін. Осы деймін да, неге бұлар келіп маған тиісе береді? Алатын постын алып тастадым, хотя оны жұрттың бәрі көріп қойды оны кезінде да. Енді келіп, мен тиктокқа бірдеңе жазсам, мен бір посттың астына бірдеңе саған тыныш жүр дедік қой деп бірдеңелер жазады. Өзі айтты ғой өткенде. Журналистің территориясына біз кірмейміз, олар біздің немізге не алмасын. Олай емес. Журналистер қоғамның, анау мемлекеттік қызметшілердің заңында жазып қойған, қоғамдық бақылау туралы заңда жазып қойған. Біздің хақымыз бар оларды тексертуге, олардың халықтың ақшасына жұмыс істеп жатқаннан кейін олардың бүкіл жұмысына бақылауға, араласқанда да сіздің тапсырмаңызды орындалуын, орындалмай жатқанын, соның бәрін бақылауға біздің хақымыз бар ғой. Халықтың не то что журналистер, не то что арнайы құқы бар қоғамдық бірлестіктер тұрмақта. Неге бұлар келіп айналып кеп менің аузымды буа береді? Одан да барсында сол 40 миллиардты тексерсін. Ана тасайында жол опырылып түсіп жатыр. На жағында мынаусы кеше анау кәріз несіне түсіп кетіп 6 жасар бала тұншығып өлді. Одан басқа қанша несі бар? Мысалы да, тексерсін аудиттің міндетіне кіреді ол. Мен міндетіме кірмейді. Мен алдында мен құзыретіме кірмейтіндіктен прокуратураға жібердім оны. Егер ол адам маман болса, неге онда өтінішпен жауап бермейді маған? Мен маманмын, міне менің дипломым бар, осындай деп неге жауап бермейді? Менің алаңдайтыным осындай қолдарға өтіп, ертең мынау судың халі не болады? Сол менің алаңдайтыным. Мен алаңдайтыным тариф та емес, басқа да емес. Менің алаңдайтыным сол, маман еместер басқарғандықтан осы ел дамымай жатыр да. Ал енді өткенде анау, бұл жолы мынау, бұл қандай әкім өзі, қандай әкімдік өзі, қайта чүпі, қайта шу, кеше ана жерде әлеуметтік желіде жүр, жесір жаңағы көп балалы аналар шулап барып жатыр, әкімнің астына түсуге жарамады. Міне біз сондай қоғамдық пікірлерді зерделейміз, қараймыз, кім немен айналысып жатыр, аламыз, итогын сізге жолдаймыз. Соған неге бұлардың заңда жазылған ғой, басараздыққа айналдырмасын, егер соның жұмысына қатысты мәселе туындап жатса деп та. Неге бұлар басараздыққа айналдырады? Неге бұлар полномочиясын пайдаланып келіп не істейді? Неге біздің полиция бұлай осыларға жұмыс істейді? Неге бұл полиция біздің пайдамызға жұмыс істемейді? Кім сенеді содан кейін бұларға? Кім сенеді мемлекетке? Жүрміз ғой осы екі ортада алтын көпір болып, халық пен биліктің арасын жақындатып, сонда немене осынымыз да дұрыс емес па біздің сонда? Жүр ғой қаншасы қайта митингке шақырып, қайта плакатпен шығып, не істеп, мен сондай нәрсе істеп жатырмын ба? Мен мемлекеттің жауы емеспін. Бұлар айтып жүргенде мен мемлекеттің жауы емеспін. Алады қара тізімге қосып қояды, алады нетеді. Онда барып сізге айтпай ма? Құрметті президент, сіз журналистерді жақтамаңыз, оларға сүйенбеңіз, халыққа да сүйенбеңіз, тек бізді тыңдаңыз деп айтпай ма? Духы жетсе сізге барып та. Неге бұлар келіп, анау бізге тісін батыра береді? Ол шындық айтылмаса, мынау ел кімге сенеді? Оларға да пар шығаратын не керек қой? Пар шығармағаннан кейін 30 жылда қоғам бір жарылған жоқ па? Бұлар саясатты түсінбейді. Қайтейін дипломат болса, қайтейін не болса, әкімдікте жұмыс істемеген адамды әкім қылып қоймау керек. Әкім болатын адамды 3 жыл ауыл шаруашылығында, 3 жыл экономика саласында, 3 жыл коммуналдық шаруашылық саласында, 3 жыл тұрғын үй құрылысында, 3 жыл тағы бір салада сөйтіп білім саласында, денсаулық саласында жұмыс істетіп, әбден 10-15 жыл тәжірибе жинатып барып алып келу керек. Әйтпесе жағдай осындай болады. Қоғамды пікірге жаңағы деңгейге бөледі, журналистерді деңгейге бөледі. Қаяқтан келсе ояқтан келсін, бірақ өзінің заңын, өздеріне арнап жазылған заңның талаптарын өздері сақтасын бірінші кезекте. Ал бұлардың қоғамдық пікір
туындаса, сол қоғамдық пікірді шешу керек, қудалау керек емес. Қоғамдық пікір өзінің несіне қатысты туындаса, оны басараздыққа айналдырмау керек. Бұлар даже мінез көрсетуге болмайды бұларға. Бұл мемлекеттік саяси лауазымды тұлғалардың бәрінің заңында жазылып қойған. Онда маған не дейді? Маған не дейді бұлар? Қайта аузынды жап. Ана Ормановтың берген ақшасын бізде берейік та деп. Орманов маған көктейін ақша берген емес, и мен алғанда емеспін, потому что мен Ормановты 2004 жылдан бері танимын. Жылқышиевті да танимын. Сол кезде жұмыс істеген бүкіл депутаттарды танимын, бүкіл әкімдерді танимын. Не бопты сонда, не араласпау керек па? Не ол отанның дұшпаны еді? Мен отанның дұшпаны едім. Кім өзі? Ненің дұшпаны болып отырғанда? Не сондай? Тыныштық берсін, мені жайыма қалдырсын. Мен бұлардың мәселесін көтеріп жатқан жоқпын, хотя менің хақым бар көтеруге. Кешірім сұрасын деп сұрамайын мен ешкімнен кешірім. Ешкімнен кешірім сұрамайын. Бір реттен саулығымды құртып, әлі күнге шейін емделіп келе жатырмын. Индияға кетейін десем ақша таппай отырмын. Не сондай? Әркім өзінің жұмысын дұрыстап атқарсын. Келсін да комиссия құрылсын да солардың бүкіл зданиясын тексеріп шықсын. 40 миллиард ақшаға атқарылған жұмысты тексеріп шықсын. Прокуратура 1,5 мың үйге су бармай қалғанын анықтаған тұғын. Аудитка олар тексеріп жатыр. Я при чем? Мен ба тендер өткізген? Мен ба сол жұмысты атқарған? Мен ба сол зданияларды қабылдап алған? Мен емес. Ешқайсына мен кінәлі емеспін. Мені кінәлаудың керегі жоқ. Ол іс уже просроченный, маған қайта келіп, адыммен тартсын, басшылық айтты келді, маған керек емес. Бір рет қысқа уже жазылып, уже бітіп атқан кезде қайтадан жазыңдар. Енді мынау келіп алып қайтадан жаз. Мен сендерге ойыншық емеспін. Адамның тағдырымен ойнамаңдар. Қан емессің, қастырсың, қан албасты бастырсың. Достарың сені табалап, дұшпаның сені бастырсын. Қан емессің, аярсың, айыр-ғйырық шаяnsың деген бір өлең жолдары бар еді ғой. Сол өлең жолдары еске түсіп отыр. Неге? Өйткені кеше Бақытжан ағамызды қамады, бүгін мына жүйе, сайқал жүйе, енді бүгін таңда хабар келді, тағы да Болатбек ағамызды қамапты, Бошан деген ағамызды. Бұлар, в общем, енді бәрімізді шетімізден, ел деп шырылдаған ұл мен қызды шетімізден ада қылатын көрінісі ғой бұл. Ал сіздер тойдан, құдалықтан, кредитке, қатын алудан, кредитке, қыз ұзатудан қолдарыңыз тимей жатыр ма, қазақтар? Міне, осы жүйе осылай шырылдаған азаматтардың бәрін қамай береді. Сіздер үндемеңіздер, ештеңе айтпаңыздар. Бұлардың жеңісі жақын, ертең бәріміз қамаламыз. Ол қамалған қорқынышты емес бізге. Осыншалықты жертвамен, құрбандықтан кейін олардың жеңісі тойланады. Сіздердің үндемегендеріңіздің, қолдамағандарыңыздың артында олардың жеңісі тұр. Міне қазақ елі. Бұл біздің құл болуға дайын қоғам. Масқара қоғам. Өз ұрпағын ойламай, болашағын ойламай, ұрпағының болашағын басқа тепкен қоғам болдық. Міне. Кеше видео салғандар бүгін қамауда, бүгін видео салғандар ертең қамауда болар. Мәселе ода емес, ол қиын емес, қорқынышты емес. Бірақ ең өкініштісі, осының бәрінен кейін үндемей жатқан мына қазаққа қайран қалам. Демек біз тірі өлік халық болдық. Болды, басқа ештеңе емес. Қоғам белсенділердің бәрі ада болады. Сіздер үндемей жата беріңіздер. Қанша өлді, қаншалық қамалды, қаншасын пәленбай жылдап соттады. Енді тағы да жалғасып жатыр. Ерлан деген бауырымыз да шырылдап отыр, видеоларын көріп отырмын. Мен де үнсіз қаламадым, себебі елім деген жүрегі тірі, өзін азат сезінетін азаматтар қамалып жатыр. Ал өзін құл сезінетіндер үнсіз жатыр. Міне айырмашылық осыда ғана. Бәріміз құлдарды асырап өсіріп бағып жатырмыз, бұлай үндемей отырыспен. Ерте ме кеш па, сіздердің де бастарыңызға келеді. Үндемей жата беріңіздер. Қаншалық жатады екенсіздер. Қазір 5 күндікті ойлап жатсыздар. Бірақ болашақты ойлап жатқан
адамдарға күйе жағып, жаңа Ерланның несіне біреу жазып қойыпты, сен қаматып жатсың деп. Әлі талай нәрсе бола береді, бұндай сайқалдықтар, арандатушылықтар, осындай қуғын сүргін бола береді. Осының барлығын қабылдап, жұтып, мойындап отыра беріңіздер. Ризамын қазақ елі, құлдыққа дайын ел.